Армысыздар әдебиет порталының көрермендері. Бүгін өздеріңізге сексеуілдің шоғында мерекелік сұхбат ұсынбақшымыз. Бүгінгі тақырып Наурыз мейрамы, ал студиямыздың қонағы белгілі мәдениет танушы, наурыз танушы Серік Ерғали мырза. Сізге студиямызға қош келдіңіз. Алматы жақта сіз наурыздың нышаны белгіленген осыдан 5000 жыл бұрын тасқа қашалған суреттер тауыпсыз. Ол жерде не баяндалады? Не көрсетілген, содан бастасақ әңгімені? Бұның қызық жері бұл наурыз мерекесінің куәлігі деп атап жүрмін, төл құжаты. Себебі мен өзім бұған дейін зерттеу барысында түсінбей жүредім. Бұл мереке, былай қарасаңыз, екі аспекттен тұрады өзі. Екі саладан. Біреуі мына біздің халқымыздың жаңа жылы деп атаймыз. Екіншісі күн мен түннің теңелуі. Күн мен түннің теңелуі жаңа жыл емес негізінде. Ол күзде де теңеледі. Онда жаңа жыл қайдан жүр деп мен ойлағанмын. Енді халқымыз амал келді, жыл келді деп мерекелейді, көрісіп бір-бірін құттықтайды. Бұл жыл қай жерінде деп айғақ бар ма дегенде осы Аңырақай жотасында, Алматыдан 170 шақырым солтүстік батыстағы бағыттағы жотаның таңбалы тастарда қашалған осы жаңағы петроглифтен таптым да. Бұны енді бұған дейін әрине зерттеушілер болды. Академик Әлкей Марғұлан атамыздан бастап қараған, көрген, өздерінің түсіндірмесі бар. Медоев деген кісі бұны суретке түсірген. Ол кезде меніңше дұрыс эстампажы болмаған секілді, сондықтан дұрыс танылмаған ба деп ойладым. Маған тап болған эстампаж тап болды да, көзіме оттай басылды, наурыз екен, дайын. Оң жағында басы күннің шашағына, сәулесіне ұқсаған күн басты. Күн басты адам деген ғой. Енді оны тәңір деп атауға болады. Тәңір деген күннің атуын білдіретін сөз ғой. Таңның атысын. Иә, таңның атысын тәңір. Онымен бірге ол әрине ол пір сияқты сондай тұлғалық бейнесі бар тарихымызда, халқымыздың танымында. Сол жағында енді айға ұқсаған, жаңағы айналасында жұлдыздар шашыраған ай дидарлы түннің кейпіндегі бейне. Екеуі бір-біріне қолын жайып, таң атты күн батты. Иә, қолын жайып екеуі бір-біріне былай айтқанда көрісейін деп тұр. Көрдіңіз ба? Бұл күн мен түннің теңелуін білдіреді. Бұдан басқа күні күн мен түннің теңелетін. Бұл екеуі бір-біріне үйлеспейді, бір-бірімен бірікпейді. Мына жерде біріктіріп тұр екеуін. Панорамаға көрдіңіз ба? Екеуінің арасында енді сиыр жылының маусымына, 4 маусымына келетін, жыл мезгіліне келетін бұзау көктемдеуге болады. Көктемде ғана төлдейді ол малдың бәрі. Жайылып жүрген баспақ, содан кейін піскен, өскен, өгіз дейсіз ба, бұқа дейсіз ба, мүйізі қарағайдай жаңағы тәңір бейнесіне қарап тұр. Иә. Сосын жаңағы картайған, көтерем күйге түскен, сиыр тұр. Бұл қысты білдіріп тұр. Көрдіңіз ба? Қыстан шықпаған қысты білдіріп тұр. Жалпы біздің қазақтың ұғымында қыс ол қартайғандықты білдіреді. Сондықтан Абай атамыз кәрі құдаң қыс келіп әлек салды дейді. Көрдіңіз ба? Бұл таным ешқашан бұл бірінен бірі сабақтасып келеді. Оны өзгертуге ешкімнің қақысы болмайды, өзгертуге тілі бармайды. Көрдіңіз ба? Сол Абайға келіп тіреліп тұр ғой. Сонау шамамен 5000 жыл, жалпы наурыздың өзі таным ретінде, астрономиялық құбылыс ретінде ол бірнеше мың жылдықты қамтиды. Сонау Америкаға осы Орта Азиядан кеткен үнді тайпаларында да майялар мен ацтектердің кәдімгі күнге арнап салған пирамидасы бар, айға арнап салған пирамидасы бар. Бұл да осы мына тастағы біздің петроглифтің архитектуралық нұсқасы, көрдіңіз ба? Сондықтан бұны жалғыз қазаққа телуге болмайды, жалғыз парсыға теңеуге болмайды, жалпы адамзаттық. Бірақ бір қызығы біздің халқымыздың танымында наурыз мейлінше солайымен көп материал қалған. Мәселе соны біз танымай келгенбіз. Жаңағы петроглифтің астында 12 адам 12 бейнеде, образда бейлеп, мерекелеп жүр, наурызды мерекелеп жүр. Көрдіңіз бе? Яғни ол алғашқы ритуалы, алғашқы жоралғысы. 12 ай деп те... Оны енді 12 мүшел. Мүшелдік жыл ғой бізде. 12 жыл сайын цикл болады. Осығанда деуге болады, болмаса 12 зодиак. Шоқ жұлдызға да келтіресіз, 12 ай деп те келтіресіз. Қалай болса да ол бәрі сыйып тұр осыған. Бұл универсал әмбебап кәдімгі таным, тасқа түскен таным. Көрдіңіз ба? Егер бұдан бір 2-3 ғасыр болса, кітапқа нетсе бәлкім жыртылып ұмытылып қалар ма еді? Тасқа Алла тағала мәңгілік адамзат, біздің ата-бабаларымыз соның бәрін білген болып тұр ғой.
ненің өшетінін, ненің өшпейтінін біліп тұр. Және қызық жері осыған қарап, біздің ата-бабаларымыз уақыт пен кеңістіктің межесін айыра білген. Жылды 4 мезгілге, 4-90-ға бөлген. 90 күнге. 13 наурызда 90 күн қыс шығады, 14-не 90 күн көктем кіреді. Солай әр мезгіл 90 мен болады да, енді артық қалған 5 күн бар ғой, 365 күн. 5 күн, 5 қонақ деп, әр жылдың мезгіліне шашыратып есептейді. Көрдіңіз бе? Астрономиялық бұл таным. Енді осы жерде жаңағы 14 күні көктем кіреді дедік. Осы кезде батыста көрісу күні дейді. Көрісу күні тойлайды. Бұл көрісу жоралғысы мына 12 мүшелдік жылдың басына тән. Амал келді, жыл келді дейді. Амал деген наурыз айының, март айының бұрынғы парсылық нұсқасы. Хамал деп жазған олар. Арабтар хамале дейді. Кавказдың, Каспий теңізінің ар жағындағы қазақтар, Астрхан Саратовтағылар қамал дейді, бер жағындағылар амал деп тіліне нетіп алған. Ең түбінде бұл қамал деген мына тоқты шоқ жұлдызына қарайтын, қозғалмайтын жұлдыз. Соған күн, мына күн жалпы жыл бойына 12 шоқ жұлдыз айналып өтеді, бәріне жағалап өтеді. Сонда мына тоқтыға келген кезде жаңағы немен беттескендей болады. Жерден қарағанда қамал жұлдызымен беттескендей болады. Қамал деп бұл жалпы тек парсының сөзі емес, бұл арабтарында қатысы жоқ, бұл ежелгі прототүркілік сөз. Бұл сөз тіпті шумерлерде де болған. Шумерлер де күн мен түннің осы наурызды атап өткен. 88 жылы Колбин жаңағы біздің елді басқаруға келіп, содан тығырыққа тірелген кезде идеологияны жақсарту үшін, жұмсарту үшін амал жоқ. Қазақ зиялыларының айтқанына көн, ол наурызды ресми мерекелеуге 1926 жылдан бастап тыйым салынған ресми мерекені ашты. Яғни біз тоталитарлық жүйенің өзінің қолы жапқан қолымен өзінің аштық. Қайтадан аштырдық дейсіз. Көрдіңіз ғой. Ал бірақ 26 жылдан былай қарай халық ешқашан бұл тыйым салды екен деп қарап отырған жоқ. Ол батыста да, оңтүстікте де 14-не атап өтілген екен. Көрдіңіз бе? Маған жазады, Шымкентте мен туып өстім, 14 наурызда бізде атап өтетінбіз дейді. Ал, көрдіңіз бе? Бірақ бұл жерде екі халыққа рахмет айтуға болады. Біріншіден бұл наурызды ресми түрде қатқа түсірген бұл парсылар. Парсы тілінде, парсыға дейінгі келген танымды алып, бірнеше ұрпақ сабақтастықпен соңы Омар Хайямға дейін наурызнама деп олар соны бірінен бірі көшіріп, түзетіп, сөйтіп жазып келген. Сөйтіп ол қалды. Сөйтті де ол парсыныкі деп кеттік. Ол парсыныкі емес. Екінші бір нәрсе, мына батыстағы, біздің батыс аймағымыздағы азаматтарға, адамдарымызға, ағайындарымызға рахмет айтамыз. Себебі 88 жылғы Колбиннің жаңағы наурыз мерекесін 21-22-сіне ысырып тастады былай айтқанда ресми түрде. Сөйтіп бүкіл Қазақстан 21-22-сіне кетіп қалған кезде олар 14 наурызды ұстап, соны жібермей, өзінің жоралғысын бәрін ұстап келді. Өйткені Абай атамыздың жазғытұрғы өлеңінде, жазғытұрын деп аталатын өлеңінде ойдағы ел, қырдағы елмен, қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып дейді. Жай ғана құшақтасып отқан жоқ, жай ғана қуанысып отқан жоқ, көрісіп тұр. Және тек қана наурызда емес. Мен қызық жері мына Тәуекел Тевкелев дегеннің баяғы Әбілқайыр ханды былай айтқанда Ресейге көндірген елші бар ғой, соның Құлбай деген аудармашысы еріп келіп, мына ағылшынның суретшісі этнографы Джон Кестелді 2 ай бойы ертіп жүрген Арал мен Каспийдің арасындағы маңайда. Былай айтқанда қазіргі батыстың несінде. Сол жерде маусым және шілде айында. Наурыз жоқ. Сөйтетті Әбілқайыр ханның ордасына келеді. Әбілқайыр ханның ордасында мына екі кісінің көріскенін түсіріп алады. Оның артында әйел тізе бүгіп сәлем етіп отыр. Бұл неге? Наурыз қайда қалды? Ал. Көрдіңіз бе? Демек, бұл көрісу тек қана жыл өзгергенде емес. Жалпы қазақта, түркілерде жылына 4 үлкен мереке болған. Үлкен айтолы болған. Ол бергеректе біз одан болғанымыздың өзіне 3 ғасыр, оның ар жағында тағы ислам келді, соның бәрі оның ар жағында болған нәрсе. Яғни наурыз, күн мен түннің теңелуі, сосын маусымның 21-не ең ұзақ күн болады. Көрдің бе? Күннің тоқырауы дейді оны. Көктемде тағы күн теңелеседі. Жаздағыны сабатой деп атаған.
Сабатой мына Көшімханның жұртында қалған түркі халықтарының арасында қалып, содан мен тауып алдым. Ал. Оның тұжырымдамасы бар жасалған. Содан кейін жалпы түркілер 4 кеңістікті, 4 кәсіпті меңгерген. Тауды, даланы, орманды, су бойын. Көрдіңіз бе? Осы 4 кеңістік 4 түрлі жақтан келеді. Енді жылдың 4 мезгілі болса, 4 мезгіліне 4 стихия, 4 дүлей сәйкес келеді. Көктемге су, бүкіл жер су алып басып кетеді. Жазға от, шөгін жерді, отты жер дейді. Қазіргіше айтқанда энергия. Күзде топырақ. Дүниенің барлығы іріп шірейді, топыраққа айналып кетеді, жерге түседі. Солай ғой? Тіпті малдың жүніне дейін қырқып аламыз. Өскеннің барлығын қырқылады. Қыста ауа. Жел 90-нан басталады. Жел ауа. Желдің 90-ы. Көрдіңіз бе? Оның бәрін орын-орнына қойған кезде, мына халық қай кезде қой бағып, мал бағып көшіп жүрген бұл халық қайдан тапты деп таңырқауыңызға болады. Мәселе бұл адамзаттық танымды мына көшпелі өмір салты ұмытпайды. Отырықшы өмір салты бірден ұмытып кетеді дейсіз. Міне сондықтан мына көрісуге мүлдем басқаша қарау керек. Мен айтқым келіп отырғаны жалпы Наурыз ең әуелі мерекеден бұрын, мейрамнан бұрын. Бұл таным. Біз бұл Наурызды тану арқылы біздің өзіміздің кім екенімізді білеміз да, кеудемізді кереміз. Түсіндіңіз бе? Сіз енді Наурызды коммерциялау керек дейсіз. Ол енді бұлай. Біздің қазақтың танымына, мерекесіне байланысты ешқандай бюджеттен ақша бөлінбейді. Мына күнтізбелік жаңа жылда бөліп атқан шамалы. Бірақ өзіміз жылу жинап, тойлап жатамыз. Сөйтеміз да, бірақ анаған бөлгенде қыруар жаңағы шыршаларды аннан-мұннан тасып әкеліп жатады, себебі бюджеттен бөлініп жатыр. От жашулар. Оны тендермен, анаумен мәз болып қалады. Ал біздің Наурызға келгенде бейшара болып қаламыз. Бұның бірден бір жолы, мемлекетке де ешкімге де ақша түсірмей, мына жақсылап танысақ халық, бұны коммерциялық жолға қоятын өзінің реті бар. Барлық мерекелер, дені дұрыс мерекелер коммерцияланады, халықтың өзі алып сататын тауарлары болады, атрибуттары болады, сонымен өзін өзі қамтиды. Жалпы Наурыз ешкімге қол сұқпайтын, қол алақан жаймайтын мереке. Бұнда атрибутта, дәстүрде, бәрі де өзінде тұр. Көрдіңіз ба? Бұл деген ертең Наурызды дұрыс мерекелеген кезде Наурыз дүние жүзіндегі ең туристі қаптататын мереке. 88 жылдан бері тойлап келе жатырмыз. Жаңағы сіз айтқан дүниелердің біраз түсіп қалды Наурыз тойлау кезінде. Бірақ оның орнына бір кереғар, бір дәстүрлер дейміз бе, бір қолдан жасалған сондайлар қосылып кетті ғой. Енді бұлай, жалпы мен байқағаным, ішіп жеу тойы. Енді амал жоқ, мереке деп алғасын, оны 2-3 күнге демалыс қылып қойдық. 3 күн мереке демалыс болса, онда ішіп жеуден басқа не істейсің? Басқа дәстүрі, ғұрпын білмейді халық. Музейдегі заттарды алып сахнаға шығарып қойып, бір-екі күнде. Енді Наурыз мерекесі этнографиялық еске алу күніне айналып кетті. Бүкіл этнографиямызды шығарамыз. Басқа 350-360 күнде не істейтінімізді білмеймін. Осы күні жаңағыдай бір өш алатындай келіп, бүкіл мұражайдағы нәрсені көшеге шығарамыз. Ол жел қағады, су тиеді, ол бүлінеді. Оған өтірік комиссия құрамыз, оны бағалатамыз, оның барлығы жасандылық, өтірік нәрсе. Наурыз ең шынайы, ең табиғи мереке, соны келістіруіміз керек қой. Енді мен қазір 2009 жылдан бері қарай есептегенде 12 жыл бір мүшел болды. Сиыр жылы бастадым, биыл сиыр жылы кіреді. Енді Наурыз тақырыбы мен жабан бұйыртса. Осыдан кейін біздің Қазақстан осыны алса, тұжырым болып алды, алмаса мен басқа туыс халықтарға таратамын. Дайын тұрған нәрсе татарлар сұрап, мен бердім қазір мысалға. Қырғыздарға берем. Сосын біздер солардан барып қайтадан үйренетін боламыз. Мінекей. Наурыз қалпақ. Наурыз қалпақ мысалға. Мұнан Наурыз бөрік деп атап жүрмін. Себебі бұның аты шынында да Наурыз. Бұны Ресейдің арнайы головное убори мужчин деген сайтынан тауып алдым. Енді бұған дейін бәріміз енді кинодан да көрдік орыстың. Бұның орыс халқының ұлттық бас киімі деп ойлап келдік. Ежелгі орыстың киімдерінің барлығында біздің киім жүр. Ол түсінікті де. Өйткені оның негізін Алтын Ордадан бері қарай қалады ғой енді. Енді мына бас киім Наурыз деп аталады деп өздері жазып отыр. Мен оны қосқан жоқпын. Соны таң қалдым. Мына онысы несі? Қарасам, мына Наурыз бөрік, ол екі нәрседен тұрады. Үсті қалпақ, айыр қалпақ. Айналасына жиегіне, қалпақтың етегіне жаңағыдай жұлдыздар сияқты түрлі түсті тастармен,
түймелер қадап әдемілеген, әшекейлеген. Астында кәдімгі бөріктің елтірісі сол тігілген, екеу біріккен. Бұл неге біріккен, ойлаңызшы. Және ол Наурыз деп аталса, бұл күн мен түннің біріккенін білдіріп тұр, үйлескенін білдіріп тұр, және біреуі күн, біреуі ай. Қайсы күн болуы мүмкін? Біздің танымда мына қойдың жалпы жүнді ширатылып көрсетеді көп жерде. Мына оюларда болсын, ол күннің белгісі, таңбасы. Ал мынау тақыр келетін нәрсе киіз, бұл ай. Яғни жұлдыздармен тұр. Ай мен күнді екеуін біріктіріп тұр. Күн мен түнді екеуін біріктіріп, яғни мынау алтын ордалық ақсүйектер Наурызда мықтап тұр мерекелеген. Және өзінің костюмдері болған арнайы. Мынау тек қана қалпағы, оның шапаны қандай болды, оның аяқ киімі қандай болды. Қалпына келтіруіміз керек. Бұны этнографтар кәдімгі несін түріп тұрып, жеңін түріп көрсету керек. Біз енді қазір әйтеуір Наурыз болса, табылған бір ойы бар киім болса болды, киіп алып шығып жүреді. Енді қазір текеметтің ойуымыз қазір киімнің өзіне. Киімнің ешбір бұрынғы қазақтың киімдерінде ешқандай текеметтің оюлары жоқ. Сырмақтың ойы шапандарда жүреді. Иә, бәрі араласып кетті. Оны орнына зерттеушілер көп та, орнына қоюға ешкім жүрмейді. Орнына қойдыру керек. Ғалымсың ба, соны араласып, пікірталасып, жағымталғанша сонымен жүруің керек. Сіздің мына тапқан жаңалықтарыңызға пікір қосқан болмаса, мынауың бір артық асыра сілтеп жібердің-ау деп бір қарсы келіп жатқан адамдар болды ма? Әлде жалпы ғылымда шындық былай есептеледі. Теріске шығаруды теріске шығару. Мысалы, мен мына интерпретацияны бердім ғой, мына петроглифке байланысты маған дейді, ешкімнің интерпретациясы жоқ. Мен бердім. Сосын Алматының бір Казгода істейтін бір мұғалімдер, ай білмеймін деді. Онда білмесеңіз, өзіңіздің пікіріңізді интерпретацияны жасаңыз, сол мен жоққа шығарса, онда сіздікі алға шығады. Солай болады ғылымда. Ондай жоқ болса, онда әзірше менің дұрыс. Қалпаққа байланысты да солай. Қалпаққа байланысты да солай. Сіз сосын мына жаңағы 14-нен бастап тойлайтын болдық қой. Әр күннің түсін оны айтайын. Бұл барлығы таныммен, танымды зерттеу өз алына. Бірақ мына қазіргі дәуірге қалай икемдейсіз? Мәселе сонда. Ешбір халықта, мысалы Қытайларда 10 күн мерекелейді, Ресейде 31-нен бастап жатып алады 12 қаңтарға дейін. Солай ғой, ішіп жеп. Енді біздің қазаққа ондай берсең, біз де ішіп жатып аламыз. Онда мерекенің сәнінде мәнде кетеді. Сондықтан оны жүйелеу керек болды. Жүйелегенде Наурыздың материалы бұның өте көп. Сөйтіп 9 күнге шағып, әрқайсысына атау беріп, оған түс беріп, әр күннің белгісін солай жасалды. Бірақ бұның мысалға бірінші күн шуақ деп аталады. Ол негізінде жыл басы 14 Наурыз, шуақ деп аталған себебі көктемнің бірінші күні. Шуақтың ерекше түсетін күні. Ол енді бұлай айтқан поэтикалық. Негізінде ол жыл басы деп аталғанда дұрыс. Жыл басы дейін десек, біреу көрісу дейді, біреу амал дейді. Соның ортақ жаңағы басқа халықтарда мерекелеу керек. Бұл этнографиялық емес, тек қана қазақ халқының емес, бүкіл қазақстандық ұлы мереке болу керек. Сондықтан шуақ күні мысалға. Оның тоқсары болады түсі, оның жаңағыдай белгісі бәйшешек гүлі болады. Себебі бәйшешек ол қарды, мұзды тесіп шығып көктемді хабарлайды. Ғұрпы жаңағы көрісу болады. Көрдіңіз ба? Наурыздың 3 кейпі бар. Біріккен бір-бірінсіз. Ол 7 дәм, 7 өң, 7 бояу, 7 үн. Осы үшеуіне 3 күн беріледі қатарынан. 7 дәміңіз Наурыз көже, 7 үніңіз жетіген. Барлығы Наурыздан шығып тұр, барлығы астрономиялық біздің танымнан шығып тұр ғой. 7 өңіңіз құрақ көрпе, 7 түстен шығады. Содан кейін тағзым. Тағзым не? Екі дүниенің бір-біріне үйлесімі. Яғни біз бұл дүниеде отырмыз, о дүниеге жаңағы иіс шығарып, шелпек пісіріп, нан садақа ма, мал садақа ма беруіміз керек. Онда тұрған ешқандай артық жоқ. Бәрібір ол Алла тағалаға жаратқанға барады. Бәрібір мына біздің таным бойынша аш жүретін әруақтар шелпектің иісінен қоректенеді деген сенім бар. Солай ма, солай емес пе білмеймін, бірақ ол мыңдаған жыл бойы келсе, онда бір негізі бар. Онда тұрған ештеңе жоқ. Шелпек пісіріп тарат көшеге, 7 адамға тарат. Несі бар оның? Аш құрсақ жүрген адамдар бар. Қайырымдылық, мейірімділік күні тағзым, көрдіңіз ба? Шүлен тарату бар, жылу беру бар, бізде асары бар, өмесі бар. Бәрін сол күн істеуге болады. Ал енді 21-і алдындағы 7 күннің бәрінің қорытындысы. Таңертеңнен
24 сағат мерекелеу керек. 24 сағат болғанда 22-сіне шекарасына шығып кетеді. Ол күні енді бастаңғы болған. Бастаңды қарсы алған. Бізде бастаңғы деген сөз бар. Оны советтік энциклопедия, этнография қыз келіншектердің ересектерден қашып пысып оңаша отыратын отырмағы деп келді. Иә. Көшпелілердің дискотекасы. Шын мәнінде оңаша екен оңаша. Бірақ ол қашып пысқан жоқ. Ол жылдағы бір рет келетін бастаңды қарсы алғаннан шыққан. Бастаңды қарсы алу берісі әр жағын білмеймін, әлде зерттеу керек. Скифтерде 360 баланы, боз баланы қызыл мауытыға киіндіріп қарсы алған. Қызыл деген отты, энергияны білдіреді, ол жақсылықты, қуанышты білдіреді. 360 күн алдағы жаңа жылда қуанышты болсын, берекелі, мерекелі болсын деп солай ырымдап қарсы алған. Алдағы 360 күніміз жақсы өтсін деп. Ал ғұндар жаратқанның 9 цифрлық технологияда 9 цифр жаратқандық. 9 күймен қарсы алған. Ал қазақтар Ақселеу Сейдімбек ағамыздың Қазақ әлемі кітабындағы жазу бойынша таң ата тайынша болсын, асау тай болсын, соның құлағына анжермен жеріне қоңырау өліп, даңғырлатып, қаңғырлатып, бүкіл әлемді дүниені оятып қарсы алған. Көрдіңіз ба? Сөйтіп бастаңғы деген жоралғы пайда болған. Бұл күні үлкен кісілерге бел көтерер жазып, күні бойы қайдағы жайдағысын айтып, жырды тыңдап, күйді тыңдап отырады, басын шұлғып. Ал ер адамдар селт еткізерін дайындайды, жігіттер, қыз келіншектер дастархан жайып ұйқашарын жасайды. Көрдіңіз ба? Нағыз жаңа жыл. Әрине, бұдан артық жаңа жыл жоқ. Біздің мәдениет осында, біздің таным осында, біздің ұлылық осында. Жақсы танымдық әңгімеңізге рахмет. Сіздің мына жаңа жылдық тұжырымдамаңыз, Наурыздың тұжырымдамасы келесі жылы бір-екі атрибуттарға емес, келесі жылы осының барлығы бізде жүзеге асып жататын күнге жетсек. Рахмет сіздерге, аман болайық, сау болайық, мереке құтты болсын.